Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Міне сіздермен бүгін бестемше ойын ойнамақшымыз. Бестемше ойыны негізі екі адам ойналатын үстел үсті ойыны. Ал біз бүгін алаңдағы бестемше ойынын ойнамақшымыз сіздермен. Бұл топтық ойын алаңдағы бестемше. Бестемшеге бізге екі қазандық, 5-5-10 ұяшық, 10 отау және 50 құмалақ, 50 текше керек болады. Ал бір командаға тиесілі бір қазандық, 25 текше, 25 құмалақ және 5 отау, 5 ұяшық. Сіздерге де солай болады. Ойынды бастамас бұрын бастаушы топ ойын бастайды, ал екінші топ қостаушы топ деп аталады. Бір командаға тиесілі, жаңа айтып өттім, ойын былай солдан оңға қарай жүріліп ойналады. Қай команда ұстаған текшесін бастап жүрген соң, қарсы команданың ұяшығына түскенде соңғы текшесі, сол ұяшықтағы сан жұп сан болса, ол команда сол өзінің түскен ұяшықтағы текшелерді өзінің қазандығына жинап отырады. Қай топ бірінші 26 текшені, яғни 26 құмалақты бірінші жинаса, сол топ жеңімпаз болады. Ойын түсінікті ма? Ал енді ойынды бастамас бұрын бастаушыны анықтап алайық. Ойын бастайтын, иә? Бір-бір баладан маған ортаға келіңіздер. Келіңіздер, қазір мен қолымда асықты жасырамын. Сіздер табасыздар. Айзажан нағада?